Нұрлы көш мемлекеттік бағдарламасы. 2008 жылы 2 желтоқсанда көші-қонды басқару жөнінде Нұрлы көш мемлекеттік бағдарлама бекітілді. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты: біріншіден, шетелдердегі қандастарымызды, екіншіден, еліміздің оңтүстік өңірінен солтүстік өңіріне қазақтарды ұтымды қоныстандыру. Нұрлы көш бағдарламасы аясында мемлекет ел тұрғындарын халық тығыз, еңбек күші мол оңтүстік облыстардан республикамыздың солтүстік өңірлеріне көшіру саясатын қолға алды. Отанына оралған қазақтарды да солтүстік аймаққа орналастыру шарасы жүргізілді. Бұл Нұрлы көш мемлекеттік бағдарламасы. Келесі серпін. Жалпы ұлттық жоба. 2014 жылдан бастап серпін жалпы ұлттық жобасы жүргізіліп келеді. Осы жоба бойынша мамандар даярланып, еңбек ресурстары мол аймақтардағы жастарды сұранысқа ие мамандықтар бойынша батыс және солтүстік аймақтарға оқуға тартады. Келесі шетелдердегі қазақтардың туған отанға қайта оралуы. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы мәліметтері бойынша 20 ғасырдың 90 жылдары қазақтар әлемнің 40 елінде тұрады екен. Олардың ішінде 3.137.000 қазақ жақын шетелдерде тұрса, ал 2.529.000 қазақ алыс шетелдерде тұрады екен. Енді қазақтардың ең көп тұратын елдері қай жер? Қытайда мысалға 2 миллион ең көп, 2.260.000 қазақ тұрады. Өзбекстанда 1.750.000 қазақ тұрады. Ресейде 1.100.000 адам қазақ тұрады екен. Моңғолияда 150.000 қазақ, Түркменстанда 150.000 қазақ, Қырғызстанда 95.000 қазақ, Ауғанстанда 30.000 қазақ, Түркияда 15.000 қазақ. Бұның барлығын Қазақстанның жеріне көшіріп әкеліп алсақ, қандай керемет, Әрине, ол менің пікірім. Ары қарай, 1991 жылы ақпан айында республикаға Моңғолиядан еңбек квотасы бойынша 97 қазақ көшіріліп келді. 97 қазақ көшіріліп әкелінді. Олар бұрынғы Талдықорған облысына орналасты. Бұл 97 қазақ кәдімгі Талдықорған облысына орналасқан, бұрынғы Талдықорған облысымызға. Ал дәл осы 91 жылдың тамызы айында 1492 отбасы Семей, Қарағанды, Павлодар, Қостанай облыстарына мекен етті. Жалпы осы 91 мен 93 жылдары Қазақстанға Моңғолиядан 60.000-ға жуық адам көшіп келген екен. Келесі 1993 жылы қазақтардың елге оралу үшін арнайы квота бекітілді. Мысалға алатын болсақ, 2009 жылы көшіп келу квотасында 20.000 отбасы қарастырылды. Енді тәуелсіздік жылдары республикаға 1,5 миллионға жуық қазақ қайтып оралды. Өзіміздің елімізге, жерімізге қазақтарымыз көшіп келді. 1,5 миллион адам. Ал бүгінгі таңда ең үлкен бөлігі осы Қазақстанның жеріне көшіп келгендер. Өзбекстанның жерінен өте көп көшіп келді, Моңғолиядан өте көп көшіп келді қазақтарымыз, және Қытайдан келді. Тағы бір ерекше осы жерде айтып кететініміз, жыл сайын шетелдегі қазақ ұлт өкілдері үшін Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарына оқуға белгіленген 2% мөлшердегі квота беріледі. Демек, Қазақстанның жеріне басқа шетелдерде тұрып жатқан қазақтарымыз келіп оқуына болады. Ол квота 2% мөлшерде квота беріледі.